Қазақ даласында жүйріктің дауысы естілсе, онымен бірге елдің үміті, рухы, арман аңсары қатар шапқандай. Сол жүйріктің бірі емес, бірегейі құлагер еді. Құлагер ат емес, тұлпар еді. Желмен жарысқан сұңқар еді. Бұл ақан серінің ғана емес, бүкіл елдің мақтанышы болған жүйрік. Күміс түсті, сымбатты. Дала төсінде дауылдай жүйткіген асыл жануар. Шабысы дауыл, тұяғы от. Жер қайысқан дүбірге ел тояды. Бәйге жақындаған сайын дүбір күшейді. Қалың жұрттың ішінде қуаныш та бар, қызғаныш та бар еді. Жүйрікті бәрі бірдей көтере алмады. Көре алмаған көз көп еді. Ішінде оты бар еді. Міне бәйге басталды. Құлагер алға шықты. Ешбір ат оған тең келмеді. Жерде оған бөгет бола алмады. Бірақ дәл сол сәтте дүбірдің үні өзгерді. Құлагер құлап түсті. Дүбір тоқтады. Бұл жай ғана аттың құлауы емес еді. Бұл әділдіктің, тазалықтың, таланттың жығылған сәті болатын. Ақан серінің жан айқайы бүкіл даланы күңіренткендей болды. Құлагер-ай, қасіретім, қайран серігім. Ақын құлагер тағдыры арқылы қоғамдағы іштарлықты, қастандықты, әділетсіздікті әшкерелейді. Құлагер өлді, бірақ оның рухы өлген жоқ. Өйткені жүйрікті өлтіруге болады, ал рухты өлтіру мүмкін емес.